Сонымен сіз Марсқа көшуді ойластырып жүрсіз. Жаңа үйіңізге арналған жер дайындап қойдыңыз ба? Жоқ, олай болса мен сізге көмектесейін. Ең алдымен қызыл планетаға мыналарды алып бару керексің. Суыққа, жалғыздыққа және радиацияға деген үлкен шыдамдылық, өмір бойына жететін ауа және тамақ, бірнеше миллиард долларлық ғарыш кемесі, қазіргі өмірді тастап кетуді қалау және су. Саған су міндетті түрде керек болады. Енді сен қандай үй іздеп жүрсің? Happy Face кратеріндегі баспана ма? Face Месадағы қамал? Теңізге көрінісі керек пе? Соңғысы туралы жаман жаңалығым бар. Сен 4 миллиард жылға кешіктің. Біз бұған дейін Марста теңіздер, көлдер, өзендер болғанына сенімдіміз. Бірақ уақыт өте келе олардың басым көпшілігі не астыңғы қабатта қатып қалды, не кеңістікке буланып кетті. Маусым бойынша ұлғайып қысылып отыратын карбон диоксид мұзды шыңдардың астында су болуы ықтимал. Қазір Марстың бетінде су болатын болса, ол қандай болатын еді? Әрине, бұл судың мөлшеріне байланысты. Мүмкін осындай болар еді. Тегіс болған солтүстік жартышар орташа биіктіктен төмен орналасқандықтан бір үлкен теңізге айналады. Ал кратерлерден құралған оңтүстік жартышар биік әрі құрғақ болып қалады. Бұл жартышарлар айырмашылығы бір түрлі болып көрінеді, және біз бұның себебін де білмейміз. Оңтүстік жағы кәрілеу болғанға ұқсайды, өйткені ондағы кратерлер саны басым, және солтүстікте жаңартаулық белсенділік көп. Жақсы, оны кім біледі дейсің? Мүмкін бір күні Марста теңіздер пайда болар, бірақ әзірше ол бір тұтас үлкен шөл. Негізінде олар жердегі шөлдерге қатты ұқсайды. Яғни біз Марстағы өмір туралы өз жерімізде үйрене аламыз. Мысалға, Марстық құм төбелер біздің құм төбелер сияқты түзіліп, әрекет етеді. Олардың айырмашылығы, Марстық төбелер 2 есе биік болады, өйткені ондағы тартылыс күші жердікінен 3 есе күшті. Оған қоса Марста жерде кездеспейтін 15 метрлік құм төбелер сияқты құбылыстар да бар, және олардың құрылуы бізге беймәлім. Сіз бұл құм мен жердегі атмосфера қосылатын болса, қысым айырмашылығы әсерінен құмды дауылдар болады ма деп ойлап отырған шығарсыз. Бұл қызыл планетадағы басты табиғи апаттардың бірі болады. Марстың қызыл болу себебі де осында, өйткені құмды борандар тоттанған темір бөлшектерін ауа бойынша тасымалдайды. Аз гравитациялық күш пен ылғалдың жоқтығы арқасында бұл борандар бірнеше айларға созылып, бүкіл планетаны қамтиды. Сонымен сіз үйіңізді барынша биік жерде салғыңыз келеді делік. Жақсы, бірақ бұдан биік қарамаңыз. Бұл Олимпус Монс, күн жүйесіндегі ең биік вулкан. Марста демалуға болатын атмосфера болғанның өзінде 25 километр биіктіктегі көрініс әсерлі болады. Немесе сізге вулкандар ұнайды ма? Онда Валлес Маринерске қарап көріңіз. Ол күн жүйесіндегі ең биік каньон. Оның бір жағының кеңдігі соншалық, келесі жағы көкжиек сызығынан да төмен орналасады. Дегенмен сіз қарапайым қызыл аспандағы таңғажайып көк күннің батуын көресіз. Бұл көрініс шаңмен жұтылған көк жарық пен күн шуағының атмосферада сейілуінен туындайды. Сізде әлі де қызығушылық бар ма? Әлде мүмкіндікті күтіп жүрсіз бе? Онда уақыт созбай бүгін Марсқа аттаныңыз. Марс әдеттегіден де қызыл.